Балықшылық, яғни қауыншылық бұл ауыл қожалығының ең әйемгі тараулардың біріне саналады. Біздің Орта Азия халықтары соның ішінде Қарақалпақстан қауыншылықпен әйем заманlarдан бері шұғылданып келген. Оны мына тарихи деректерден білсек болады. Сұлтан Уайс тауының етегінде Топырақ Қала деген қорған жайласқан. Сол қорғанды 1951 жылы археология экспедиция қазған уақытында сол қазған жерлерден мәдени қауынның тұмлары табылған. Бұл біздің эрамыздың 3-ші әсіріне барып тақалатынын көрсеткен. Сонда қазіргі уақытпен салыстырғанда осыдан 1000 жылдар бұрын біздің аймағымызда қауыншылықтың шұғылданғаны белгілі болып тұрды. Содан кейінгі жылдарда мінекей арабтардың Хорезм жерлерін басып алуы, моңғолдардың шабуылы нәтижесінде аралдың қола бетіндегі халықтарда сол қауыншылықтың жоқ болып кету қаупіне дейін алып келінген. Кейін бұларды бұрынғы гүлдеген жағдайына келтіру үшін жүздеген жылдар керек болған. Бірақ соған біздің халқымыз сол қауыншылықты жоғалтпай су дәрежесіне әкелген. Әмудария арқылы кеме су транспортларыменен қауындар көптеп Сарыжау станциясына жеткізілген. Сол жерден Арман-Қарай пойызбенен Еуропаға, Россияның қалаларына жеткізіліп тұрған. Міне осы дәуірлерде Қарақалпақ қауындарының шетелдерге тарқалуы басталған. Соның бір жағында мінекей әмме жерден сол Қарақалпақстан қауынлары барлық жерде өзінің шетін шекерлігіменен, ұзақ сақтауға шыдамдылығыменен, һәм алысқа тасуға жарамдылығымен белгілі болған. Біз тихардан қауынның отаны Орта һәм Кіші Азия деп есептелінеді. Сол Кіші Азияның ішінде біздің Қарақалпақстан, яғни Туran ойпатындағы жайласқан Қарақалпақстанның аймағы сол қауыншылықпенен шұғылданып, көп жылдарға дейін, көп дәуірлерге шейін өзінің қауын бойынша қанеге екендіктерін көрсетіп келген. Яғни айтқанда, Қарақалпақстан қауынның ең жақсы сортларын егіп, оның тұқымын жан-жаққа тарататын үлгі болған. Сөйтіп тәрленген тұқымдар Өзбекстанның районларына, басқа да қалаларға жіберіліп, соның себебінен Қарақалпақстанның қауындары әмме жерге тараған. Территория бойынша, аймақ бойынша 3 топарға бөліп қойыпты. Бірінші топарда Беруни, Төрткүл, Қожа районлары. Екінші топарында Әмудария, Керейлі, Шымбай районлары. Үшінші топары Қоңырат, Мойнақ, Татыкөл районлары. Бұлардың ішінде ең бірінші топарда жаңа Беруни, Төрткүл, Қожа деген топар қауынның ең жақсы қысқы сортларын алысқа тасуға шыдамды сортлары егуге қанеге түсірген болды. Қалғанлары оларда егеді, бірақ ана бірінші топардағыдай көп моторда емес, бірақ соларым қысқы сақтауға, алысқа тасуға болатын қауындардың сортларын егуге қанеге ескен. Енді тарихи деректерге қарасақ, бізден баяғы Қарақалпақстан диқаншылық университеті институтында қауыншылықтың сортларын жетістіруде селекция жұмыстарын атқарғанын көруге болады. Сауал болды. Қарақалпақстан диқаншылық университеті институтында 1935 жылдан Леонид Станиславович Крижевец деген палы басшылық бойынша қанеге келіп жұмыс бастады. Сол кісінің жұмыс давамында Қарақалпақстан диқаншылық университеті институтында қауынның 30-ға жақын түрлері қайта тікіленді. Бұрынғы жоқ болып кетіп қалған қауындар қайта тікіленіп, негізге берілді. Һәм 4-5 жаңа сортлары жаратылды, жаңа Крижевец деген авторлығында. Һәм сөйде шығарылған, қайта тікіленген қауынлардың мазалылығы, түрі, формасы жағынан бұрынғы совет ауқамының халық қожалығының жетіскендерін көрсеткен болатын еді әрі. 1959 жылы сол Көрсізбекке біздің институтымыз өзінің қауындарымен қатынасып, конкурста 1-ші орын жеңіп алған. Һәм сол Көрсізбенің алтын жұлдызын алған. Қазір бізде сол институт салынды, сол 1959 жылы. Сол жылдарда біздің институтта қауынға өте күшті болған, һәм жаңағы өзі қанеге келген. Сол қанеге адам өлгенше осы жерде бақта қауынды істеп, һәм
бақ бойынша да сорттар жаратты. Қауынның жаңа айтқандай 4-5 сортын жаратты. 30-лаған жоқ болып кетуге деген қауындарды қайттан тіклеп егіске берді. Енді жоқ болып бара тұрған қауын сортлары бар ма, ямаса бәрін қазіргі уақытта осы давам етіліп жатыр ма? Енді қазіргі уақытта қауындар менен ilmiy жұмыс алып бару қазір жоқ. 2000 жылдарға дейін, 2003 жылдарға дейін лаборатория бар еді, осы бақшылық бойынша. Бұл лабораториялардың жабылып қалуына байланысты қазір енді қанекеде жоқ, сосын ilmiy жұмыс давам етіп жатқан жоқ. Бірақ сол уақытта шегемге істелген жұмыстар, сол уақытта шегемге шығарылған сорттардың тұқымдарымен қазір халық давам етіп егіп жатыр. Енді оны бұл жерде айтатын нәрсе, қауынды өзі шекарадан алып түрге бөледі. Тәрнек, жамбылша, күрбек, Қытай қауын, бишек, гүләбі. Осы 6 түрдің неше сортлары бар. Ол сортлар неше түрлерге бөлінеді. Соның үшін мына қауынның түрлері нелері көп. Айналып келгенде бәрі шекара шығысы бір сорт болса, ол типтерге бөлінеді, типтер және түрлерге бөлінеді, сөйтіп кете береді. Соның себебінен жаңағы анық бір сорттың несін ұстап қалмай жатыр. Яғни айтқанда ilmiy жұмыс жоқ. Ilmiy жұмыс болғанда солардың бәрін сорттары бойынша бөліп тұқым даярлап, сол сорттар бойынша егуге ұсыныс берген болар еді.